Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге сиырдың қарнын тазалайтын боламыз. Яғни мына жерде менде 3-4 сиырдың қарны атам оптымап келген ғой. Біз көп болғаннан кейін далаға үлкен қазанға горілкамен су ысытып, барлығын боғынан тазартып алып, барлығын салдық, жаймендеп астындағыларын алып қырдық. Осылай өздерімен түсті. Негізі әкпен де тазалауға болады. Негізі әк зиян дегеннен кейін кәдімгідей осылай ерінбей далаға тазалайық деп шештік. Негізі көбісі қарынды ұната бермейді ғой. Негізі қарыннан жасалатын тағам деген өте көп. Тіпті салат та жасалады. Тряхбуха ма? Қандай бір салаттың аты бар, короче. Сосын біз қарыннан бұқтырма жасаймыз. Бұны асып қоямыз да шетінен алып бұқтырма жасап жей береміз. Қарынмен сонымен қоса қарынның ішіне бәрін тығып қарынның екі жағын тігеді, барлығын картошка, жуа, сәбіз барлығын тығып тамақ та істейді. Мына жерде арасында абысын екеуміз тиктокта түсіріп үлгеріп жатырық қой. Бір жағынан аяғымыз қатып қалды, белден белі қалмады. Уже еңкейсек тұра алмаймыз ғой белімізден. Осылай барлығын тазаладық. Одан кейін үйге әкеп 2-3 сағат кетті. Короче, далада тазалағанның өзінде үйге әкеп тағы да тазаладық. Ыстық суды құйып, осылай ішіндегі боқтарын тазаладық. Жабысып тұрған ішкі бетіндегі, одан тағы сыртқы бетіндегісін тазаладық. Короче, тазалап 5-6 рет ыстық суға жуасыздар, сосын барып асасыздар бұны. Әйтпесе өстіп тазалау қиын. Қырылмай қалған жерлерін кесіп алып тастадық. Бітпей кетті ғой, уже деген дала қараңғы болып кетті. Кешкі тамақтың уақыты болып кетті. Бір жағынан тамақты да істеп үлгеріп жатыр. Бала шаға аяқтың астына оратылып, сонда да әйтеуір үлгердік. Міне ішек қарыннан осындай, қарынның өзінен осындай тамақ дайындалады. Ішіне картошка, сәбіз, жуа, және де бір асым ет, болмаса қазыны дәмін келтіру үшін шығарып жібересіздер да, барлығын қарынның ішіне салып, тығып асамыз. Жай отта қайнататын боламыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып пікір қалдырып кетіңіз.